Сәлем достар, бүгінгі тақырып баланың есте сақтау қабілетін қалай арттырамыз. Кейбір балаларда есте сақтау қабілеті төмен болуы мүмкін, ал кейбір балаларда керісінше тумысынан есте сақтау қабілеті өте жақсы дәрежеде дамуы мүмкін. Ол геннен де келуі мүмкін, яғни ата-анасында генінде есте сақтау қабілеті өте жақсы бала болатын болса, онда ол баласына да берілуі мүмкін. Болмаса, керісінше кейбір ата-аналарда есте сақтау қабілеті төмен болады, сол себепті де балалардан сол ген арқылы берілуі мүмкін. Жалпы есте сақтау қабілетін біз дамыта да алады екенбіз. Қазір кезде есте сақтау қабілетін төмендетіп жіберген себебі біз өздеріңізге бәрімізге белгілі смартфон, телевизор деген өте көп қолданамыз, көреміз. Ол дүниелер кішкене есте сақтау қабілетін төмендетеді екен. Есте сақтау қабілетін арттыру үшін кішкентай балаға ең бастысы, кішкентай болсын, үлкен болсын, физикалық түрде қимылдау керек. Яғни, кішкентай бала болатын болса, ол ойнау керек, жүру керек көбірек, ойнау керек, далада көп ойнау керек. Мейлі ол велосипедпен ойнасын, самокатпен ойнасын, горкада ойнасын, сырғанақта ойнасын. Басқа балалармен қосылып ойнасын, жерде сызсын деген секілді. Осындай қимыл түрін далада көбірек жасауымыз керек. Яғни үйде де физикалық ойын түрін ойнауға болады, бірақ даладағыдай болмайды ғой. Сол себепті қазір жаз айы болғандықтан жаз айында баланы барынша далада, онысы жаз айында үйде де отыра алмаймыз, барынша баланы көбірек далада серуендетуімізге тура келеді. Осындай физикалық қажеттілік болу керек, әртүрлі ойын түрін ойлау керек бала. Сол арқылы оның ойы, логикасы да дамиды. Одан кейін есте сақтау қабілетін тағы арттыру үшін балаға кішкентай кезінен бала 3 жасынан бастап әртүрлі тақпақтарды жаттап алуға қабілетті болады. 3 жасынан бастап. Кейбір балалар 2,5 жасынан бастайды. Ерте бастасаңыз, оның ешқандай олқылықтығы жоқ. Қанша жастан бастасаңыз да, негізі ерте бастаған дұрыс, 2,5-3 жасынан бастап. Көбіне баланың тілі нақтыланып 2,5 жаста шыға бастайды ғой. Сол себепті де 3 жасынан бастап балаға әртүрлі қысқа тақпақ түрлерін жаттатқызсаңыздар болады. Мен сіздерге әртүрлі қысқа тақпақ түрлерінің ссылкасын қалдырып кететін болам астына. Міндетті түрде сол ссылка бойынша өтіп қарап көріңіздер. Балаларыңызға жаттатқыздырсаңыздар болады. Және тақпақты қалай жаттату керектігінде мен астына қалдырып кетем ссылкасын төменге. Себебі қазіргі балаларға тақпақ жаттатуды оңай емес. Мен қалай жаттатқыздырдым балама, сол туралы өзімнің опытыммен, яғни бөлісетін болам. Астына ссылкасын тастап кетем. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Себебі бұл баланың тақпақ жаттату, баланың есте сақтау қабілетін арттыруына өте көп септігін тигіздіреді. Бұрындары қазақ құйма құлақ болған дейді ғой. Не үшін құйма құлақ болған? Себебі ол кезде жыр айтқан, жырды бірден жаттап алған, жырланған деген секілді. Қаншама күн жырланса да бір естігеннен жаттап алып, кейін оны жырлап айтып жүре берген. Осы жыр, қисса, тақпақ, әртүрлі осындай бір жаңылпаштар, осындай қатты бір есте сақтау қабілетін қатты дамытады екен. Осындай әдебиетке қанығып өскен бала, яғни осындай әртүрлі кішкентай кезінен тақпақ жаттап, әртүрлі ертегілерді тыңдап өскен баланың құндылығы жоғары болады. Яғни болашақта оның адамгершілігі мықты, иманды бала болып өсуі мүмкін. Сол себепті де кешке жақын баланың есте сақтау қабілетінің дамуына ертегінің өте маңызы зор. Кешке жақын бір мезгіл ертегі кітабын алып оқып беріңіз. Ертегі кітабын алып оқып берудің маңыздылығы жоғары. Көп адамдар айтады, ойыңнан шығарып айта салмайсың ба деген сияқты. Яки өзімізге жаттанда 5-6 ертегін айта салмайсың ба деп. Ол 5-6 ертегін айта бересің, оған уже жаттанды болып қалады балаға. Сол себепті балаға басқа да ертегі түрлерімен қызықтыра білуіміз керек. Баланың сөздік қорын арттыру үшін де әртүрлі басқа ертегі айта білуіміз керек. Сол себепті де ертегі кітапты сатып алудың маңызы өте зор. Қазір кезде қазақша ертегі кітаптары өте көп. Балаңызды қасынан жатқыздырған кезіңізде балаңызға көрсетіп сол суреттерді оқып берсеңіз болады. 3D үлгілерінде кітап бар.
әртүрлі жаңа жыртылмайтын кітаптар бар қазір, әртүрлі сайттар бар, сол арқылы заказ беріп, тапсырыс беріп, яғни алсаңыздар болады. Осындай ертегі оқу арқылы балаңызға осындай тақпақтар жаттату арқылы оның есте сақтау қабілетін арттыра аласыз. Сіз ертегі оқыған кезде кітапта әдеби үлгіде жазылады. Ол сол арқылы да кейбір әдеби сөздерді жаттап алуы мүмкін. Есінде қалып кетуі мүмкін оның. Себебі ол 3 жасынан бастап ода есте сақтау қабілеті жақсы болады балада. Сол себепті де оны әрі қарай дамыту үшін біз осындай ертегі оқып берсек болады. Одан кейін тақпақ жаттатқыздырсақ болады. Сосын жаңа баланың есінде қалатындай әртүрлі әсерлі әңгімелер айтсақ болады. Сосын бала бақшадан келгеннен кейін онымен сөйлесіп, оның достары кім деген секілді, немен айналысты, немен ойнады, баланың бұл жақ тілін де арттырады. Бір жағы сол жердегі іс-әрекеттерді айту арқылы ода сөздік қоры да көбейеді. Бұл да есте сақтау қабілетіне өте жақсы пайдалы. Сосын тағы бір нәрсе, есте сақтау қабілетін арттыру үшін әртүрлі ойын түрін ойнатсақ та болады. Әртүрлі ойын түрін, енді ол мысалы сіз түстерді үйретсеңіз, болмаса бір затты сандарды үйретсеңіз, санауды үйретсеңіз деген секілді, осындай нәрселер үйретсеңіз, оны ойын түрінде істеген дұрыс. Ойын түрінде істеу арқылы сіз оның ойлау қабілетіне жаттықтырасыз. Себебі қазір анау-мынау дегенге бала бірден үйрене қоймауы мүмкін. Сол себепті ойын түрі немесе жалығып кетуі мүмкін. Ойын түрінде көрсетсеңіз, ол бірден ойын түрінде болған кейін ол алданады, сосын ол сандарды басқанда бірден жаттап алатын болады. Сосын жаттаған нәрсесін, мысалы санды, түсті, болмаса жануарлар атауларын үйретсеңіз, мысалы ас үйдегі заттардың атауын үйретсеңіз, киім атауларын үйретсеңіз балаға, ол бір үйреткеннен мысалы шатасып кетуі мүмкін, болмаса ұмытып қалуы мүмкін деген секілді. Оны қайталап отыруға тура келетін болады. Сіз мысалы осы бір күні мысалы киім атауларын үйретіп жатырсыз ба, онда оны екінші күнде қайталау керек болады, үшінші күнде қайталау керек болады. Бір аптаға дейін жаңағы бала жаттап алғанша қайталау керек болады. Яғни бір аптаға дейін қайталап айта берсеңіз, бала бір күн емес бір күні оны өзіңізге қайталап айтып беретін болады. Мысалы, дене мүшелерін үйрету барысында ойын түрінде үйретсек, оны қайталап айта берсек, бала да жаңағы оны осы 7 күн арасында қайталап айтып кетуі мүмкін. Себебі белгілі бір дәрежеде информация бір күннен 7 күнге дейін жатталады екен. Болмаса бірінші күні айтып, 2 күн өтіп кеткеннен кейін қайтадан сол нәрсені айтсаңыз болады. Уақытым жоқ, уақытым жетпейді баламен айналысуға десеңіз. Бірінші күні айтып, 2 күн өтіп кеткеннен кейін айтсаңыз болады. Бұл интервалда қайталау болады. Яғни араға уақыт салып қайталайсыз. Ол да жақсы, ол да есте сақтау қабілетін арттырады. Одан кейін 3-ші күн қайталадыңыз ба, енді 5-ші күн қайталасаңыз болады. 5-ші күн қайталадыңыз ба, 7-ші күн қайталасаңыз болады. 7-ші күн қайталадыңыз ба, 9-ші күн қайталасаңыз болады. Осылай арасына күнді салып, 2 күн салып қайталасаңыз да болады. Осылай интервалда қайталату арқылы, уақытым жоқ деп жатсаңыз, осылай да қайталату арқылы балаға сіз бірнеше затты үйрете алады екенсіз. Себебі бала бірден айтқаннан қағып ала алмауы мүмкін, осынша көп информацияны. Сол себепті осылай қайталату арқылы есте сақтау қабілетін де арттыра аламыз. Әрі өзіңіздің жаңағы жасатам деген дүниеңізді жасатып алсаңыз болады. Достар, есте сақтау қабілеті бойынша айтарым осы, кішкентай балаларға байланысты. Балалармен міндетті түрде айналысыңыздар, баланың дамуына көңіл бөліңіздер. Егер сіздер осы ең керекті моментте, яғни 6 жасқа дейін ана мен баланың арасы тығыз қарым-қатынаста болады ғой. Егер сіз сол 6 жасқа дейін барынша дұрыс тәрбие беруге тырыссаңыз, онда 6 жастан кейін балаға да оңай болады.
себеп 6 жасқа дейін ол бүткіл тәрбиені ата анасынан алады, 6 жастан кейін 60% тәрбиені ол сырттан ала бастайды. Сол себепті де міндетті түрде балаларыңызбен айналысыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Видео пайдалы болса бөлісіңіздер, ұнаса лайк басыңыздар. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар, себеп Алла қаласа сіздерге арналған басқа да түрлі қызықты видеолар болады. Көргендеріңізге рахмет.